Ағымдағы жылы қай өңірде егістіктің көлемі мол болмақ? Күн райы қашан тұрақталмақ? Агротехникаларды қалай пайдалану керек? Және картопты қандай жерге еккен дұрыс? Армысыздар. 24 KZ арнасында ауыл шаруашылығының жаңалықтарымен бөлісетін агросектор бағдарламасы. Қазақстанда біріккен ұлттар ұйымының ауыл шаруашылық және азық түлік ұйымының байланыс және серіктестігі бюросы құралмақ. Астана экономикалық форумы аяқталған тұста тақырыпқа қатысты келісімшартқа қол қойылды. Біріккен ұлттар ұйымының азық түлік және ауыл шаруашылық ұйымы мамандары Қазақстандық ауыл шаруашылығы министрлігіне көмек көрсетуде. Әріптестік қарым-қатынаста бруцеллез, аусыл аурулары және жабайы фаунамен күресу жолдары қарастырылған. Киіктердің жағдайын талқыладық. Азық түлік және ауыл шаруашылық ұйымының сарапшылары да туындаған мәселенің өзегін айқындау үшін өз сараптарынан атсалысатын болады. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымы мен Қазақстанның бас аграрлық мекемесі біздің елімізде байланыс және серіктестік бюросын құру туралы келісімшартқа қол қойды. Кеңсенің ашылуы мен жобаның жүзеге асырылу жұмыстары осы жазда басталмақ. Қазақстан кіріс көлемі бойынша орташа деңгейлі елдердің қатарында. Бүгінгі күні бұл мемлекет жылдам дамып келеді. Ендігі кезекте Қазақстан ары қарай дамуға тағы бір мүмкіндік алып отыр. Сонымен қатар бұл мемлекет бидай, сүт ет өнімдерін экспорттау арқылы өзге де елдерге көмек қолын соза алады. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының азық түлік ұйымымен 1997 жылдан бері әріптестік қарым-қатынаста жұмыс істеп келеді. Аталмыш бюроны құру ел үшін үлкен рөл атқарады. Өйткені қазіргі таңда агрокәсіп 2020 бағдарламасына негізделген бірнеше тапсырмалар реті бар. Қазақстандық ауыл шаруашылық тауар өндірушілер Еуразиялық экономикалық одақ нарығындағы трансшекаралық заң бұзушылықтың тергеу амалдарын жүргізетін Еуразиялық экономикалық комиссия өкілдігімен танысты. Аталмыш орган Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін елдердегі бәсекелестік ережелерін бұзушылармен күресетін болады. Әділетсіз бәсекелестіктің кесірінен Қазақстандағы ауыл шаруашылық өндірушілер зардап шегуде. Себебі отандық нарыққа көрші елдерден көп көлемді тауарлар алып келінеді. Осыған орай ауыл шаруашылығы министрлігінде кәсіпкерлермен арнайы жиын өтті. Фермерлерді алақол бәсекелестікке қалай төтеп беру керектігін үйретті. Сондай-ақ әділетсіз жағдайға қатысты қалай шағым жасау керектігі түсіндірілді. Біздің тек қана айтқандығымыз, тек қана осы тең бәсекелестік ретінде солар болуы керек. Егер ол болмаса, әрине оған қарай енді комиссия оған қарай айыппұл салынады. Егер спорный жағдай болса, әрине ол Минскіде сот бар, сол сот сол жағдайды қарайды. Әділетсіз бәсекелестіктің оқиғалары осымен бірнеше рет қайталанған. Алайда арнайы соттың құрылғанына дейін жеке басының пайдасын ойлайтын кәсіпкерлермен күресу оңай болған жоқ. Сонымен қатар Қазақстан үкіметі заңнамаға да бірнеше өзгерістер енгізбек. Мәселеге қатысты ұлттық монополияға қарсы ұйымы да өз ұсыныстарын білдірді. Сауд Арабиясы Қазақстаннан нан өнімдерін сұрауда. Мұнайлы өңірдің өкілдері Астанада өткен бизнес форумда біздегі бидай дақылының жоғары сапаға екендігін ерекше атап өтті. Түрлі сала бойынша әріптестік қарым-қатынасты нығайту үшін Аравия түбегінен 120 компанияның өкілдері келген. Екі жақтан жиынға жалпы 300-ге жуық адам қатысты. Екі елдің шенеуніктері мен кәсіпкерлері мемлекетаралық сауда-экономикалық байланысты кеңейту үшін бір-бірлеріне ұсыныстарын айтты. Сауд Арабиясының өкілі өз елінің Қазақстанға инвестиция салған алғашқы мемлекеттердің бірі болған атап өтті. Сондай-ақ біздің елімізден бидайды экспорттау жұмыстарына қатысты көмек сұрады. Қазақстан мен Сауд Арабиясы елдерінің арасындағы кәсіпкерлер кеңесінің жұмыстары басталғаннан кейін Қазақстан үкіметі Сауд Арабиясына бидай экспорттау кезінде жеңілдіктер жасау үшін министрліктермен ортақ шешімге келуі тиіс. Себебі қазақстандық бидайдың сапасы өте жоғары және алдағы уақытта біздерде ешқандай қиындықтар болмайды деген үміттемін. Форум барысында серіктестікке қатысты сұраққа нақты жауап айтылмады. Алайда агросектор бағдарламасының ұжымы бұл сұрақты ауыл шаруашылығы министрлігіне бағыттады. Алдағы шығарылымдардың бірінде біз бұл тақырыпты жалғастыратын боламыз. Жер қойнауы табиғи байлықтың қайнар көзі. Сондықтан да ауыл шаруашылығын дамыту маңызды істердің бірі. Сіздермен бірге болған агросектор бағдарламасы. Аман, сау болыңыздар.